жазушысы. Ол қазақ поэзиясын дамытып, поэмаларында батырлықты, достықты, табиғат сұлулығын және ұлттық дәстүрді жырлады. Құлагер Ілияс Жансүгіров жазған поэма. Онда ақан сері Қорамсаулы мен оның жүйрік аты Құлагердің тағдыры баяндалады. Поэмада құлагердің қастандықпен қаза табуы және ақан серінің қайғысы суреттеледі. Көкшенің көркем даласында елге әйгілі ақан сері өмір сүріпті. Ол еркін мінезді, ән мен өнерді жанындай сүйетін, сұлу киініп, жүйрік ат мініп жүрген сері адам екен. Ақанның жан серігі, ең сенімді досы Құлагер атты тұлпар болыпты. Құлагер ерекше жаратылған жүйрік ат еді. Оның тұла бойы сұлу, шабысы найзағайдай жылдам болатын. Қай бәйгеге қосылса да алдына қара салмай озып келетін. Ел ішінде Құлагердің даңқы кең тарайды. Ақан сері тұлпарын тек жарысы үшін емес, жанындай жақсы көреді. Ат пен иесінің арасында терең байланыс бар еді. Бір күні үлкен ас беріліп, соған алыс жақыннан жүйрік аттар жиналады. Бұл ел намысы сыналатын үлкен бәйге болатын. Ақан сері де Құлагерін бәйгеге қосады. Бәйге басталғанда Құлагер тағы да алға шығады. Оның шабысы бөлек, екпіні күшті еді. Бірақ Құлагердің жүйріктігін көре алмаған кейбір қызғаншақ адамдар іштарлық танытады. Олар Құлагерді қалайда тоқтатуды ойлайды. Бәйге үстінде арам ойлы адамдар қастандық жасап Құлагерді ұрып құлатады. Жүйрік тұлпар ауыр жараланып, сол жерде жан тапсырады. Бұл хабар ақан серіге ауыр тиеді. Ол Құлагерінің жансыз денесін көріп қатты қайғырады. Өзінің ең жақын серігінен айырылғандай күй кешеді. Ақан сері жоқтау айтып әділетсіздікке налиды. Ол адамдардың қызғанышы мен қатыгездігіне күйінеді. Құлагердің өлімі тек бір аттың қазасы емес еді. Бұл адалдықтың, тазалықтың тапталуы болатын. Ақан серінің қайғысы арқылы ақын адам бойындағы қызғаныштың қандай ауыр зардап әкелетінін көрсетеді. Осылайша Құлагердің тағдыры ел есінде аңыз болып қалады. Ал ақан серінің зары қазақ даласында мұңды ән болып естіледі.